Әлемдегі ең ірі кітапханасы болған Қазақ қаласы. Отырар жайлы айтқалы отырғанымызды түсінген боларсыз. 7-8 ғасырларда негізі қаланған бұл шаһар өз заманындағы әлемнің ең ірі қалаларының бірі, бәлкім бірегейі болған. 13 ғасырда Отырарда 200 мың адам өмір сүрген. 13 ғасырда Қазақ хандығы әлі болмаған дейтіндерге жауабым: қазақтың мемлекеттілігі Қазақ хандығынан басталмайды. Онымен келіспесеңіз, 16 ғасырда Отырар Қазақ хандығы құрамына толығымен түбегейлі енген және Отырардың орналасқан жері қазірде қазақтікі. Тарихшылардың айтуынша, Отырарда теңдессіз кітапхана болған. Онымен тек ежелгі Александрия кітапханасы ғана бәсекелес бола алады. 20 ғасырдан бері Отырарда қазба жұмыстары жүргізіліп келе жатқанымен, әлемдегі ең үлкен кітапхананың орны табылмады. Соны себеп қылып, ол кітапхана мүлдем болмаған дейтіндер шықты. Ондай кітапхана болмаса, ірі сауда орталығы ғана емес, ғылым ордасы болған бұл шаһардан жаһан ғылымына белгілі 30-дан астам ғалым шығар ма еді? Сол 30 ғалымның бірі әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби. Еренғайым Омаровтың пайымдауынша, моңғол әскері келгенше отырарлықтар кітапхананың бар мұрасын сол маңайдағы шаһарлардың бірінде жер асты бөлмесіне жасырып қойған. Отырардың айналасында 150-ге жуық қала мен қалашық бар екенін ескерсек, ондағы қазба жұмыстары ұзаққа созылатыны анық. Кітапхана табылып, біраз ауыз жабылып қалар.